Сәлеметсіздер ме әңгімайдар оқырмандары? Бүгін сіздермен асыраушы атты тақырыпты қозғайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Мама, мен ертең мектепке барғым келіп отырған жоқ. Бәрібір дұрыс сабақ болмайды. Әдебиеттен беретін апай тапсырма береді де соткасын шұқылап отырып алады. Берген тапсырмасын жазбағаныңды да тексермейді. Ал тарих сабағы мүлдем қызықсыз, оқыған келмейді. Қой, ой не болғанын балам, олай айтпа. Мамасының көңіліне құлақ аспаған Ерлан тез киінді де сыртқа шығып кетті. Ерлан биыл 9 бітіреді. Соңғы кезде өскенде кім боламын, не жұмыс істеймін, заман қалай болмақ деген сияқты сұрақтар мазалайтынды шығарды. Жалғыз ер бала болғасын ба, әке-шешесі бетінен қақпай өсірді. Бірақ онымен ол тентек болып кеткен жоқ. Керісінше жасына тән емес сұрақтарға жауап іздейтін, ойшыл болып өсіп келеді. Айтпақшы, жасына тән емес сұрақтар деген қазіргі уақыттағы елде болып жатқан оқиғалар, халықтың хал-ахуалдары ерекше ойландырып соған жауап іздейтін шығарды. Шынында Ерланның үйі молшылық дегеннің не екенін білмей келеді. Әкесі шофер, мамасы жұмыс істемейді. Әйтеуір ес білгелі аурудан шықпайды. Ескі бір бөлмелі жұпыны пәтерде өмір сүріп жатыр. Әкесінің тапқаны тамақтарына әрең жетеді. Кейде соның кесірінен үйде айқай да шығып кетеді. Осы үйдің еркегі сен бе, мен бе деген мамасының айқайы жиі құлақты жаратын болып жүр. Сыныптасы Абай үлкен 2 қабатты коттеджде тұрады. Папасы сабаққа жиппен әкеледі. Абайдың қалтасы тиын-тебеннен құрғамайды. Осы екі жағдайды салыстырып айырмашылығының себебін іздейді. Неге? 9-ды бітірсем міндетті түрде жұмысқа тұрамын, колледжге түсемін, ақша тауып 3 қарындасымды оқытамын, пәтерімізді кеңітемін. Қиялға шомып кеткен Ерлан жаяу жүгінші өтетін жолаққа таяп қалған бірақ байқады. Соңғы кезде Ақтаудың көшесі көлікке тым толып кетті ме, көше тар ма? Әйтеуір байқамасаң басып кетулері қиын емес. Кішкентай күнінде 2-ші сыныпта оқып жүргенде балдардан асық ұтып алып жинап балдарға сататын. Сөйтіп тиын жинап үйге нан сатып әкелетін. Мамасы айналып толғанып отырған асыраушым менің деп. Ерлан шын мәнінде есеюге, қатты асығуды тезірек өз қолы өз аузына жетіп, әке-шешесін, қарындастарын қиыншылықтан құтқарғысы келеді. Әсіресе былтыр 1 қыркүйекте киім сөмке алатын, қағаз құрал алатын ақшалары жетпей қиналғандары естен кетер емес. Папалары 10 шақты күн ауырып жатып қалып дұрыс ақша шықпаған. Бір мейірімді жандар көмек көрсетіп, барлық қажет оқу құралдарын алып берген болатын. Сондағы бала жүрегі қатайып өзіне берген серті бар. Ол серті үлкен жұмысқа кіріп ақшаны көп табатын бастық болу. Немесе Абайдың папасындай кәсіпкер болу. Оның бірден-бір жолы сабақты жақсы оқып, жоғары оқуға түсу екені бала жүрегі қанша сезсе де қазіргі білім деңгейінің төмендігі іштей тежей беретін сияқты. Негізінде Ерлан өте зейінді бала, бірақ қырсық мінезі де жоқ емес. Мектептегі сабақ беретін мұғалімдерге көбінесе көңілі толып көрмепті. Тек математикадан беретін апай ғана ұнайды. Басқа мұғалімдерінің білім деңгейлері төмен бе, әлде өз жұмыстарына жауапты қарамай ма? Әлде Ерланға беймәлім себептері бар ма? Әйтеуір уақыт өтсе болғаны дейтін сияқты. Құлағың салбырап сабақты тыныш отырсаң болғаны оң баға алатын кәміл. Сөйтіп жүріп 9-шы сыныпты да бітірді. Мамасы колледжге түскісі келетінін айтып еді, қарсы болмады. Өткенде балдардан естіген мұқтаж жанұяларға көмек ретінде оқуға тегін қабылдайды екен. Тіпті шәкірт ақы да төлейтін көрінеді. Мамасы өкпесін сүйретіп жүріп іліктірді әйтеуір. Бұйырса құрылысшы болмақ ойы бар. Колледжде оқып жатырғанына да біршама уақыт болды. Сабақ анау айтқандай қиында емес. Мектептегіден қайта оңай сияқты ма? Ерлан көп қиналып жүрген жоқ. Өзі құралпы мейірім атты баламен бірге жүреді. Оның да жанұясының жағдайы мәз емес. Мұның әйтеуір әкесі бар ғой. Азды-көпті ақша тауып жүрген, ал оның әкесі қайтыс болған. Жалғыз шешесі жұмыс жасап зыр жүгіріп 3 баласына сұрауда. Мейірім, мен кеше балдардан естідім. Той болатын мейрамханаларда біз сияқты балдарға уақытша жұмысқа рұқсат етеді екен. Бір той атқарсаң 3000 теңге. Ақшасы тым аз екен. Оның үстіне түнгі сағат 3-ге дейін жүретініңді айтсайшы деп күрсінді Мейірім. Жоқтан жақсы ғой, істеп көрсе қайтеді? Осылайша келіскен екеуі демалыс сайын мейрамханаларда жұмыс жасап жүрді. Ерлан күндегісінше сабақтан келсе есік алды абыр-сабыр. Біреулер киіз үй тігіп жатыр.
баласы келді деп сыбырлайды біреулері. Жүрегі бірдемені сезгенде қатты соғып кетті. Ойынына мұрсатта келгені. Соңғы кезде шешесінің ауруы кенеттен меңдеп жатып қалғаны. Жөтелгенде аяқ астынан тұншығып кететін. Еңіреп жылап оң жақта жатқан шешесіне тұра жүгірді. Біреулер ұстап жібермей жігітсің ғой, мықты бол деп жатса, біреулер мынау індеттен қайтқан сияқты, абай болың деп сыбырлайды. Шынында да жоқшылық қолын байлаған мамасы аптекадан дұрыс дәрі де ала алмаған болатын. Кетеді ғой, әлде қандай да бір шығар дейді. Өзі бұрын көрмеген адамдар толып жүр. Бұлар сонда ағайындары ма екен? Егер болса осы уақытқа дейін неге көрмеген? Осылайша Ерлан мамасынан демде айырылды. Әкесі үнемі сапарда жүреді де 3 қарындасы жалғыз өзіне қарап қалды. Үлкені 6 сыныпта, ортаншысы 2 сыныпта, одан кішісі бала бақшаға баратын еді. Оған да апаруға шешесінің жағдайы болмай, соңғы айда үйде болатын. Іштей қатайып алған Ерлан қайтсем де оқуымды бітіру керек. Мен жігітпін ғой, бәріне де шыдаймын деп шегеріп қайрап алды. Іздеп жүріп қосымша жұмыс та тауып алды. Бір бала бақшаның аумағында ағаштарды күн ара суарып тұру керек екен. Айына 20 мың беретін болды. 20 мың шәкірт ақысы тағы бар. Іштей өзіне разы болған Ерлан күлімдеп қояды. Колледжін бітіріп бір жамағайынның арқасында қала басындағы құрылысқа жұмысқа кірді. Жұмыстары қиындау, бетауын қияды. Ағаштан қалып құрастырады. Биікте жұмыс жасағанда қауіпті екен. Қасындағылар кілең жалдамалы жұмысшылар, өзбек қалпағы аралас. Шебердің көзі тайып кетсе, қалай болса солай жасауға дайын тұрады, артынша түзетіп әлек болады. Бір күні сондай жағдайдың үстіне бастықтары түсіп қалды. Құрылған қалыпты қайта бұзып жатырған Ерланды тоқтатқан бастығы, қайсысы мынаны жасаған, мен білмей жүр дейсің бе? Содан талқылау басталды. Бәрін тұрғызып қойып кінәні ұстаны тауып алды да жұмыстан қуып жіберді. Кетіп бара жатып жұдырығымен көрсетіп барады екен. Ернін тістеп алған. Қап бәлем, тұра тұр деген кейіп білдіреді. Қыстың бір тұтам күні тез батып үйге қайтарда қараңғы түсе бастайды. Сондай бір кеште құрылысты қоршаған шарбақтан шыға бергенде көк желкесінен бірдеме сарт ете қалды да аспан айналып жүре берді. Көзін ашса аурухананың бөлмесінде жатыр екен. Сөйтсе сағат 9-да жұмысқа келе жатырған қарауыл көріп қалыпты. Есептеп қарасаң 3-4 сағат ессіз жатқан анықтау қиын емес. Миы мықтап қозғалған, қатты соққыдан шекесі қанаған. Әйтеуір бас сүйегі аман екен, дейді. Дәрігерлер есін жинағаннан ойына келгені қарындастары не істеп жүр екен. Әкесі де өзен жаққа кетіп еді. Келді ме екен, менің жатып қалғанымды біле ме екен. Сан сұрақ шарадай бас шақшадай қылды. Соткасында батареясы отырып қалыпты. Ашып қараса әкесі телефон соға беріпті. Жалмажан әкесіне телефон сұқты. Әйтеуір үйде екен. Қорқып кетпесін деп болған жайды толық айтқан жоқ. Құрылыста құлап қалып ауруханаға түстім. Қазір жақсымын. Бұйырса таңертең үйге барамын деді. Жатып алып ойға батты. Өмір неткен әділетсіз еді. Мен оған не істедім? Менен көретіндей. Бар болғаны қалыпты бұзып қайта жасағаным ба? Бағана полиция болған жайды жазып алып кетіп еді. Ұстады ма екен әйтеуір. Көп ұзамай Ерланды құрылыс шебері лауазымына жоғарылатты. Бастықтарына ұнайтыны Ерланның бойына біткен жауапкершілігі, адалдығы. Бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізбей жамбасы жер иіскемейтіні. Қазіргілері Ерланның жалақысы жоғарылаған, артық ақшасын депозитке салып жинап жүр. Оның үстіне үлкен қарындасы да биыл мектеп бітіріп жоғары оқуға сырттай тапсырды да бір мекемеге жұмысқа кіріп алды. Құдайға шүкір, жағдайлары біртіндеп жақсарып келеді. Тұрғын үй жинақ банкісіне арзан үй алуға талпынуда. 15 жасынан жұмысқа араласқан Ерлан бұл күнде әбден піскен еді. Арада 5 жылдай уақыттың ішінде үлкен құрылыс мекемесінің білдей бас инженер лауазымына көтерілді. Қазірлері үйлерін кеңейтіп жаңа шағын ауданнан пәтерде алған еді. Ендігі ойы жатпай тұрмай өз кәсібін ашу. Бастапқыда өте қиын болды. Себебі жұмыс бастау үшін айландыратын қаржы да керек еді. Мекемесін ресми заңдастырып алғасын банктен кредит алды. Тұрғын үй салуға халықтан қаражат жинай бастады. Жер сатып алды. Сөйтіп бірте-бірте аяғына тұрып кеткен еді. Алғашқы салған 48 пәтерлік 5 қабат үйі көрген сайын көзіне оттай басылады. Бүкіл күш-жігері, жинаған тәжірибесі
Бала кезінен арманы бәрі осы үйге сыйып кеткендей еді. Алдыңа айқын мақсат қойсаң, бәрі де орындалады деген осы екен. Қазірлері қаладағы ең үлкен кәсіпкерлердің бірі. Жыл сайын жоқ-жітік бір мұжалсыз жанұяға пәтер кілтін тегін беруде. Ендігі ойы кәсібін кеңейтіп, басқа отбасыларда тұрғын үй салу. Жуырда қосалқы шаруашылықты да ашып қойды. 4 түлік малды жинап санын көбейтпекші. Айтпақшы, әкесіне заманауи су жаңа көлік алып берді. Әкесі мал шаруашылығы жағында тырбаңдап жүр. Үлкен қарындасы оқуын бітірген экономист болып қасына жұмыс жасап жүр. Сөйтіп анасының кішкентай асыраушысы үлкен белді кәсіпкерге айналды. Алдыңа айқын мақсат қойсаң, арманың орындалады.